Сонда шайтан енді адамды қалай азғырады? Сонда шайтанның 3 қаруы бар екен адамды азғыратын. Біріншісі пайда, әр істе пайдасын көздеу. Шайтан қақпаны түсесін. Екіншісі мақтан, үшіншісі әуесқойлық дейді. Анаған қызығып, мынаған қызығып. Әуестік, әуесқойлық. Көрсе қызар, әуесқойлық. Абай айтады. Пайда, мақтан, әуесқой шайтанысы. Мына қараңыздар. Сонда мысалы медаль алу, мысалы, депутат болу, шайтан ісі ғой бәрі. Мысалы депутат болу не керек саған? Жұрт менің депутат деп айтсын, мақтан ғой. Сен шайтанның қармағын іліндің, спортсмен ғой. Ол не бітіреді депутатты? Жоқ, не керек оған? Сен өз қойынды құрттап неге жүрмейсің? Қарапайым болғаннан гөрі депутат кішкене. Жоқ. Ол мысалы тренер ретінде халыққа көп пайдалы ғой. Депутат болса, винтик қой ол. Сіз кәсіпкерсіз, иә? Сізге депутат болу қажет емес. Айтеке би, бай болсаң халқыңа пайданы тисін дейді. Халыққа пайда болсаңдаршы. Батыр болсаң жауға найзаң тисін дейді. Депутат кім болады? Депутат өзі туа депутаттар бар өзі. Жыландар. Мансап дейді, биік жартас дейді. Екпіндеп қырандап шығады дейді. Екпіндеп қыранда шығады, жорғалап жыланда шығады дейді. Сол депутат болады солар. Олар өзі туа бітті депутат өзі. Соған жаралған өзі. Оған басқа ештеңе қолынан келмейді өзі. Айтым Жақып бар ғой, айтым. Соған айтады, сіз неге деп? Айтады, жындым, мен неге депутат боламын дейді. Мен депутат болсам, мынау адамдарға мен көмектесе алмай қаламын ғой дейді. Мен осы жерде пайдалымын ғой дейді. Қазір мысалы бүкіл әлемнен келіп жатыр оған, өлім мен өмірдің арасындағы адамдарды құтқарып отыр айтым Жақып. О, қай депутат соның деңгейінде жұмыс істеп жатыр? Сонда ол не? Мақтан. Абай айтады, мынау бай дейді, мақтан үшін дейді, болыс болмақ дейді. Мақтан үшін. Бәрі бар ғой мысалы, мақтан үшін болыс болмақ дейді. Содан дейді, арынан, абыройынан, барынан айырылып дейді соңында иттей қор болмақ дейді. Тоналады дейді. Сондықтан Конфуцийден сұрайды ғой, сіз неге депутат болмайсыз дейді ғой. Енді неге мемлекетті басқарамын? Сонда Конфуций айтады, мен үйде ата-анамды құрметтеймін дейді. Ата-анамды сыйлаймын, құрметтеймін. Үлкенге құрмет, кішіге ізет қыламын. Қақпаның сыртында достарымды құрметтеймін. Өз ісімді шексіз сүйемін. Мемлекетті басқару деген осы емес пе дейді. Әр адам өз орнында болу керек. Спортсмен болу керек. Мен мысалы мұғаліммін. Мысалы, мен депутат бола алмаймын. Неге? Мен мысалы осылай көп пайда тигіземін адамға. Мен өзім депутат, өзім патша, өзім би қазір мысалы. Дұрыс па? Анда барсаң, сен біреудің аузына қарап отырасың, айт деген айтасың, айтпадың айтпайсың. Айтпасаң, көтке бір тебеді. Айтсаң. Айтпасаң, өзің өлесің. Жүресің екі ортада. Шөре болып. Абай айтады, күйлеу дейді. Күйлеу деген не білесіз бе? Не ол? Күйлейді ғой, ұрғашымал күйлейді. Вот сол дейді. Сол депутат болсын адам заманға күйлейді дейді. Заман оны ейлейді дейді. Сонда Абай атамыз айтады ғой, әркімді заман сүйремек дейді. Қазір сүйреп жатыр ғой сені. Депутат бол, анау бол, мынау бол. Әркімді заман сүйремек дейді. Заманды қай жан билемек дейді. Жаман заманға күйлемек, заман оны ейлемек дейді. Сен заманды билеуің керек, сөзсіз бе? Заманды кім билейді? Жақсылар ғана билейді. Жақсы деген кім? 66 айлалы түлкіні ұстайтын 67 айласы бар тазы ғана түлкіні ұстай алады. Сен заман 66 айлалы түлкі болса, сенің білімің 66 айлалы түлкіні ұстайтындай 67 болу керек, сөзсіз бе? Сен заманды билегің келе ме? Сен заманның бүкіл қазіргі білімін меңгеруің керек. Сонда сен заманды билейсің. Абай заманын биледі. Көрдіңіз бе? Сондықтан Абай тірі. Неге ол заманға күйлеген жоқ? Ал Абайдың заманында заманға күйлеген сұлуды жайлап, жүректі байлап, кертіп қазы қарта жеген байлар көп болды заманға күйлеген. Қазір біреу жоқ қой тарихта. Абай қалды. Неге? Абай заманды биледі. Сондан бізге қазір заманға күйлейтін адамдар керек емес, мақтан үшін. Не пайда үшін, не әуесқойлықпен. Ана жақта не бар екен білейін деп. Ол әуесқойлық. Бізге қазір заманды билейтін жақсылар керек. Халықты өгіздей өрге сүйрейтін адамдар керек қазір бізге. Егер сенің бойында мысалы өнер жоқ болса, депутат болуға болады. Өнер жоқ болса. Оған түк емес. Иә. Өнер жоқ болса. Сонда Абай айтады, би болған дейді. Болыс болған дейді. Өнер емес дейді.
өнер емес қой. Мысалы ол күресіп үйренген адам, ол күресе береді бүкіл жерде. Нұрсұлтанға келеді енді кішкене. Иә. Ал енді анау мақтан үшін болатындар, олар жаман. Ол шайтанның қармағына түседі. Негізінен әрине бізге профессиональный парламент керек. Ерте ме кеш пе ол орнайды. Сол кезде мысалы үздіктер шығады. Оған дау жоқ. Ол ешкім оны жоққа шығармайды ғой мысалы. Депутаттар керек бізге. Бірақ депутат болу үшін мысалы сен саяси білім болу керек. Мысалы саяси академияны бітіріп, мысалы әлемнің несін шағып отыру керек. Мысалы бізде спортсмендер депутат болады. Не бітіреді онда? Білімі жоқ. Өмір бойы жаңағы матраспен ұратын не деуші еді? Грушадан басқа ештеңе көрмеген адам қалай депутат болады? Өзің ойлашы. Ақылға сыймайды. Немесе әншілер болады. Кім айтады ғой? Құдай берген. Депутат болған ғой. Тамашада Құдай берген. Сонда айтады ғой. Мен артистпін деп жүрсем, нағыз артисттер депутаттар екен ғой дейді. Дипломы бар артист мен ғана кем дейді. Қалғандар дипломды артисттер. Аналардың бәрі бос қой, бос отыр, сөзсіз. Мысалы, автократиялық мемлекетте депутат бол деген ол сен рөл ойнамайсың. Сен бір адамның айтқанын сен дауыс бересің, бермесе қуып шығады. Яғни сен уақытың босқа кетеді деген сөз. Сен одан да мысалы жеке жүріп, мысалы қанша пайда келтіріп аласың. Мысалы халыққа жақсылық жасау үшін міндетті емес депутат бол. Анау саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады. Саясат дегеніміз былай. Мысалы Бәріне қатысты сөз емес сияқты ғой, иә? жоқ, бәріне қатысты. Саясат деген былай. Сен өзің мысалы принципиальный бол. Пара алма. Әділет үшін күрес, ынсапты бол, мейірімді бол, саясат деген сол. Жұмысты жақсы істе. Мысалы жақсы мұғалім ол саясаткер. Ол болашақ мемлекеттің адал азаматтарын тәрбиелеп жатыр. Нағыз саясат сол емес пе? Біреу мысалы шаш тарас, біреудің шашын алып береді. Ол шашын алып берген адам көңіл көтеріп, жақсы табыстарға жетеді. Ол да саясат. Екінші жағынан қарағанда, егер мысалы мемлекетте әділетсіздік болса, мысалы сен конституциялық шеңберінде оған қарсы шығуың керек. Ол да саясат. Оны мысалы бізде бас бұзарлық деп ұғады ғой. Ал демократиялық елдерде бұның барлығы бұл қалыпты нәрсе. Мысалы Германияда, Америкада мысалы күнде қазір көтеріліс. Трамптың несіне қарсы, анау миграциялық саясатқа қарсы күнде көтеріліс. Олар ақымақ емес қой. Неге? Өйткені олар біліп отыр. Олар өздерінің құқықтарын, хақларын қорғап жатыр. Олар саясатпен айналысады. Неге? Өйткені білет қаншалықты олар өздерін қорғайды, соншалықты өмірлері жақсы болады. Сен қаншалықты айналыспайсың, соншалықты өмірің сенімен айналысады. Сен өмірің өте сапасыз болады. Түсінесіз бе? Біз соған келе жатырмыз. Ол үшін саяси реформалар жүру керек. Бір депутаттар бар ғой, сол 91 жылдан бері депутат. Содан жүр әлі. Нәтиже жоқ қой. Депутаттық туралы толыққанды алдыңыз ба? Болды, айтты ғой бәрін. Міне мына маман ғой бұл. Маманнан сұрау керек та, ішінде ашы мен тұшын татқан біледі дейді. Мына кісі білу, депутаттық мысалы. Депутаттың қыр-сырын біледі бұл кісі. Қандай менімен ақылдасқанда мен айтқанмын, бір жерің қыс бар ма? Өлесің. Бұл кісі тыңдаған жоқ мені. Сосын жылап келді, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп. Ал енді бір адамдар бар, туа бітті тренер. Бұл кісінің анау саяси белсенділігі тренерліктен көп тұр ғой, көп болып тұр, сөзсіз бе? Қажеттілігі. Бір кезге дейін тренер болды, енді келесі кезеңге өтіп жатыр. Бір адамдар бар мысалы, ол профессионал тренер, ол басқа ештеңе білмейді. Оған керегі жоқ депутат болу. Мысалы, Аманжол Әлтаев, ол айтысты тоқтатты ғой, қазір айтыспайды. Ол енді депутат болса болады. Руханият туралы айтса, жаңағыдай. Ол өйткені өзінің бұрынғы несін исчерпать, не дейді, бітірді. Бұрынғы бітірді ол, сөзсіз бе? Миссиясын, өзінің несін бітірді, кезең дейді, бір кезең тұрған этапын бітірді. Ол екінші этапта жүр қазір. Саяси карьераны қуып жүр қазір, мысалы. Ол шын мәнінде саяси карьера өзі осылай келеді өзі. Білім алу, араласу, айтысу, тартысу арқылы өзің шыңдала бересің. Мұхтар Мағауин айтады мысалы. Бірға мысалы айтады. Мұхтар Мағауин марқұм болып кетті ғой. Сонда айтады. Шынайы жазушыға дейді. Шынайы жазушыға. Депутат болудан асқан жаза жоқ дейді. Түсінесіз бе? Жаза деген ол кісі. Жаза деген ол, түсінесіз. Сонда Мұхтар Мағауин айтады, мен өзімнің жазушылығым түсетін сондай дейді.
маған дейді бүкіл түркі дүниесінің сайып қыран несі сахибі деген атақ берді ғой Түркияда. Сонда дейді мені шақырды дейді Стамбулға, Анкараға. Сонда самолетте ұшып бара жатты дейді, мен анау үйде қалған дейді, машингаммен анау қағазым жазуымды ойлап бара жаттым сонда дейді. Қараңызшы, профессионал сондай болу керек. Мысалы жазушы жазуын жазу керек. Иә, Құранда жазылады. Мен Аллаға және оның қаламына серт бердім дейді. Құранда айтады сөйтіп. Алланың қаламына серт бердім, түсінесіз бе? Болды, сен серттен таймауың керек, өлуге үшін. Сен жазушысың ба, Құдай тағала сен жазушы болуың керек. өз мамаңның иесі А біз жазушылар саясатқа барады мысалы. Не керек ай? Сен профессионал ретінде ұтылып тұрсың ғой. Сен халыққа профессионал ретінде пайдалырақсың, көрдіңіз бе? Қазір мен халыққа қалай пайдалы боламын? Соны көбірек ойлау керек. Мен мысалы депутат болдым дейік. Мен не айтамын? Мен Абайдың шәкәрін кім тыңдайды онда? Мен өшем ғой жүзді. Депутаттар тыңдамайды. Тыңдамайды ол. Онда мысалы кім жоқ? Атың кім сен? Әлихан жоқ тыңдайтын, ауыз ашылып. Маған мақтаным айтады, ойбай депутат бол. Мақтан. Мен айтамын, жоқ дейді. Кешіріңіз. Нәпсі айтады, ой депутат болды. Жарайды, мен мақтанып жүрем. А мен профессионалдан ұтыламын ғой, профессионал. Өйткені ол өнер емес қой. А мен мысалы қазір жақсы бір кітап жазып қалдырсам мысалы. Депутат бүгін бар, ертең жоқ мысалы. Бір жақсы кітап, сапалы кітап жазып қалдырсам мысалы. Ол әлдеқайда оны ұрпақтардан ұрпақтар оқыса мысалы. Ол әлдеқайда пайдалы емес пе? Мен өзім нәпсімнің құлы болсам мысалы, депутат болып кетсем мысалы. Не пайда одан? Абай мысалы қаншама жылын болыс болуын өткізді. Ол түсінді. Ресейлік империяда болыс болу ештеңе шешпейтінін түсінді. Сосын айтты. Ел бағу жоқ, бұл елге бағым жоқ деп бас тартты. Бұл елге бағым жоқ дейсіз. Мал бағу жоқ, малды бақпаймын мен. Неге? Ұры залым тілемсектердің малын бағып беремін деп енді қалған өмірді қорғалатын жайым жоқ. Бала бағу одан да бас тартты. Неге? Өйткені өзгенің баласы туралы өзім баламды болашақта қайда орналастырарын білмей отырмын дейді. Алдындағы заман көк тұман дейді. Дін бағу, дінді де баға алмаймын дейді, сопылық болып. Неге? Өйткені не жүрегінде көңілі тыныштығы жоқ, не өмірінде тыныштығы жоқ. Бұнда елде қандай сопылық дейді. Ғылыммен айналысу дейді. Білгеніңді кімге айтасың, білмегеніңді кімнен сұрайсың дейді. Айда кезін ұстап отырған саудагер сияқты болсын ғой дейді. Кездегі мата өлшейтін. Соның бәрінен бастады. Сосын ойладым дейді, не істеймін? Енді мен ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Осы білгенім бәрін қағазға жазайын. Кім керек деп алса, алсын, керек жоқ десе, өз сөзі өзімдікі дедім. Ақыртаман айтасыз ба? Бірінші қарсы осыны. Ақыр осыған байладым дейді. Яғни бұл Абайдың неге келуі? Творчествоға келуі. Құдай сақтап қалды бізді. Егер Абай сол болыс бола бергенде бізге қара сөз жоқ өтсіз. Біз ұтылар едік. Абай сияқты болыстар мың сан. Бірақ еліңде еркіндік жоқ болған кезде сен болыс ретінде түк істей алмайсың. Сондан Абайдың ана дүниенің шырмауларын ол кесті ғой. Дүние сені байлайды, сөз бе? Болыстық, депутаттық, бала бағу, карьера, ғылым, оның бәрі дүние. Абай бәрін кесті. Сөйтті де босап еркіндікке шығып, өзінің бүкіл осы неге өмірге келдім, соның бәрін қорытып қағазға түсірді. Тәжірибесін. Соның біз жемісін қазір жеп отырмыз. Айлы бір болыс болып, немесе ғылыммен алсам, сопылық қылам десем, мысалы, бізге Абай жоқ өтсіз бе? Сонда әр адам өзінің ісімен айналысу керек. Абай өзінің ісін жақсы білді. Және бәрінен бас тартты дер кезінде. Ұстай алмайсың. Бола алмайсың. Не болды? Не болды? Қандай шындық? Түкте шындық жоқ. Оны енді айтпай қойық, қанша саяси ойындар болған. Оны бәрі біліп отыр ғой, көз қарақты оқырман. Ең бастысы, бұл жерде Совет үкіметі біздің қазақта бір-ақ адам болды. Мен сізге айтайын. Жазушылығынан таймаған. Ол кім? Мұхтар Мағауин. Болды, қалған соған қарап өлшей беріңіздер. Қаламға
және Аллаға серт. Алланың қаламына серт. Болды. Кім ұтты? Мұхтар Моғайын ұтты. Артында 25 том қалды. Бірде бір шығармасы Совет үкіметін мақтауға арналмаған. Қазақтың бүкіл тарихын түгендеп кетті. Шыңғыс ханның 4 томын жазды, Алтын Орданы жазды, қазақ тарихының әліппесін жазды. Енді қазақ болсын тек Мұхтар Моғайынды оқу керек болды. Мұхтар Моғайын. Моғайын Соның кітабында 25 том тұр қазір, Каспийде тұр. Әр үйде тұру керек. Ол деген нағыз сізді қазақ қылады, сөзсіз бе? Жаныңызға азық болады. Тарихты да жазған ба? Тарихты жазған, өлдіретіп тұр. Қалай жазған және? Көпке жағым мүмкін емес, сөзсіз бе? Көпке жағам десең, онда құрыйсың. Абай не деді? Көптің аузын күзетсең, күн көрмейсің дейді. Өзіңді өзің күзет кел шырағым дейді. Өзіңді өзің күзет. Көпті күзетпе. Өзің жүрегің не дейді? Солай өмір сүр. Жүрегің алдамайды. Ешкімнен ақыл сұрама. Өйткені мен сен білмеймін ғой жүрегің не бар екен. Адам өзі ғана біледі. Пайғамбардың хадисі бар. Құдси хадис. Қандай ғұлама пәтуа айтса дейді, жүрегіңе сал дейді. Егер жүрегіңде күмән болса, қабылдама дейді. Қандай ғұлама айтса, сөз бе? Бар ма? Міне. Ол дінде бар нәрсе. Қандай ғұлама? Бізде мысалы біреу ғұлама айтса бітті ғой, біз құлаймыз. Тексертпейміз жүрекке. Сонда абай айтады, ақсақал айтты, бай айтты. Авторитет тұр ғой. Кім айтса мейлі сол айтты. Ақыл сенбей сенбеңіз дейді. Аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой. Надандарға бой берме дейді. Шын сөзбен өлсеңіз дейді. Алшакарым айтады. Әуле пайғамбар айтты десе дағы дейді. Әуле пайғамбар айтты десе дағы. Ақыл қабыл алмасы болмаған жат дейді. Бастағы көз құлақ бәрі алдайды. Терең оймен ақылға айтамын да дейді. Дәлелсіз дінге, не дәлелсіз пәнге сенемін деп болмаймын мат дейді. Сіз ойлаңызшы, бізде осыншама байлық бар. Біз неге сорлы болып жүрміз? Мына жігіттер келіп жатыр. Біз бұлар әрбір келген адамға әңгіме айтар шамамыз жоқ. Нұрсұлтан? Ертең съемка бізде. Ал отырыңыздар. Әуелі Құдай есен етсін шешен ет. Қалың елге қадірлі шешен етсін көсем ет. Ата баба дәстүрге сай ас түрін қорлағанды кеселет. Ақ нанымды аттаса, қазанымды аттаса жазылмайтын мешелет. Бізге қастық қылғанды, арсыз жансыз жылмаңды, салпан құлақ есек ет. Ас үйесі асыңа, қыдыр қонсын қасыңа. Қасыма қыдыр қонды деп әсте бірақ тасыма. Бізге берген асыңдай тәтті болсын өмірің. Ойын сауығаныңдай ашық болсын көңілің. Ал болды.